қазір шыдаңызшы Айшолпан деп, бір мен шыдамай айтқандар өздері заказ берген бургерді. Қазір мен бір сұрақ қоямын, сосын бір форелден жеп тұрасыз, иә деп сөйтіп. Айшолпан қызымыздың оқиғасы маған ешқандай да бір жаңалық болып келген жоқ. Өйткені дәл осындай оқиға мен бір жақынымның басынан өтті да. Ол кісі әрдайым кішкентай кезінде өте бұзақы болғандығын, жұрттың бәрін қорқытатындығын, сабақ оқымайтындығын, қашып кететінін, вообще санаймайтындығын туралы көп айтатын да. Сөйтіп соны айтып жүреді, бәрі жүрген жерінде айтады. Енді бір лауазымды кісі болды. Жүрген жерінде соны айта береді, өзі үшін мазақтай береді. Мысалға сіз білесіз ғой десе, жоға, мен білмеймін ғой деп тырқылдап күледі, өзін мазақтайды. Сөйтіп бір күні уже өзінің бір белгілі бір деңгейіне келіп, бір халықтың алдына сөйлеуге шыққан кезде, оған кері байланыс келеді. Сіз неменеге сөйлеп тұрсыз? Өзіңіз де өйткен жоқсыз ғой. Сіз де ондай болған жоқсыз ғой дегенде қатты ренжиді. А ол неге сүйеніп ондай кері байланыс келіп тұр? Себебі оны өзі айтқанда өзі туралы. Сол үшін Айшолпандағы жағдайдың үлкен туындап тұрған мәселе бұл Айшолпанның өзі туралы толық екендігін әрдайым арқау етіп күлетіндігі, бетінің әрдайым безеу шығатындығы, оны мазақ қылып өзінің ішінен шығатын мусор ретінде айтатындығы оған өзіне кері байланыс болып келді. Бұл біздің өзімізге деген сыйластығымыз болу керек. Сондықтан мен Айшолпан қызымызға кәдімгідей жанашырмын, қолдаймын, бірақ осыдан қандай түйін қыздарымыз немесе ұлдарымыз өзі туралы ондай ұнамайтын, ұнатпайтын, сол арқылы айналасына бір жағымсыз сөздер қалдыратын нәрсені аузынан сыртқа шығармасын. Өзі туралы жақсы нәрсе шығарсын, өйткені соған сенеді ол. Сенген нәрсесі орындалады. Солай ма? Сіздер қалай ойлайсыздар?